Сәлеметсіздер ме, әріптестер? Бүгінгі менің коучингіме қош келдіңіздер. Оқытудың жаңа үлгілерін енгізу бұл бүгінгі таңда өзекті мәселенің бірі. Себебі оқушы оқу үдерісіне белсенді араласқан кезде ғана берген тапсырманы жеңіл орындайды, жақсы есіне сақтайды және мәнін тереңдеп түсінеді. Сондықтан да бүгінгі күні оқушының белсенді әрекетке тарту бұл басты талап беріліп отыр. Оқыту үдерісінде тұлға зерттеу тақырыбын, талқыланатын мәселеге және жағдайға белсене араласып, сәттілікке қуанып, сәтсіздікке ренжіш болған жағдайда ғана оның ішкі уәжі оянады. Сонда ғана білімді саналы, мағыналы меңгереді. Ал оны қалыптастыру үшін белсенді әдіс-тәсілдерді тиімдісін қолдануымыз қажет. Білім алу үшін әдіс-тәсілдердің тиімдісін пайдаланудың арқасында ол өн бойы сабаққа қатысып отырады. Тапсырманы өзі орындайды, өзі орындап отқан тапсырмаға белсене араласады және талдауға, тақырыптың меңгеруге бірде-бір үлес қосады деп ойлаймын. Сондықтан да бүгінгі менің коучингімнің тақырыбы сабақта қолданатын тиімді әдіс-тәсілдер. Бүгінгі менің тақырыбым сабақта қолданатын тиімді әдіс-тәсілдер. Тиімді әдіс-тәсілдер бұл сапалы сабақтың кепілі. Сабағында қолданатын тиімді әдіс-тәсілдердің тақырыбы болатын болса, мақсаты білім беру мен білім алудағы жаңа тәсілдер туралы түсініктерді қалыптастыру, оқыту сапасын жақсарту үшін жаңа әдіс-тәсілдердің тиімді пайдалануға бағыт беру және менің бүгінгі күтілетін нәтижем мұғалімдерге оқыту мен оқудағы жаңа әдіс-тәсілдерді өз тәжірибесіне қалай ықпалдастыру керектігін түсінеді. Өз тәжірибелерінде орынды пайдалана алады, сабақ беру әдісін өзгертеді. Енді сіздерге қазір мен бірнеше сауал қойып келіп отыр. Бірінші сауалым, күнделікті сабақтарда жиі қолданатын әдіс-тәсілдеріңіз қандай? Қыздар, жиі қолданып отырған әдіс-тәсілдеріңіз? Мен көбінесе тіл сабақтар болғаннан кейін сабақта тіл дамыту мақсатына орай попс формасы сонымен көп пайдаланамын. Себебі бала өзінің ойын дәлелдейді, оған бірнеше ережеге сай дәлел кетіп, мысалдар кетіп, сөйтіп қорытынды жасауға үйренеді. Рахмет. Ең жақсы сол үйде қолданатын әдіс-тәсілім бұл қолжазба күнделігі. Бала жаңағы орыс сыныптар болғаннан кейін сөзді жазады да соның мағынасын ашады. Орыс сыныптарға сол тиімді болады. Қолжазба күнделігін көп пайдаланамын. Жақсы. Мақсат сізге? Осы сабақ барысында оқушының ойлау жүйесінің ойлау қабілетін дамыту мақсатында еркін микрофон әдісі арқылы оқушылардың осы сабақ бойынша айтылған түсінген әңгімесі болсын, түсінген мәтін болсын, сол туралы өз ойын еркін түрде жеткізе алады. Жақсы, аға енді бірінші топтың қыздары, сіздер қайсыңыз? Біз заңшы тіл сабағы болғандықтан бізге көбінесе сөздікпен жұмыс жасаймыз. Сол себептен бізде мэтчинг, яғни сәйкестендіру деген әдіс-тәсілді көп қолданамыз. Өйткені балалар мысалға бүгін өткен сөздіктерді жаттатқызып, соны суреттермен сәйкестендіреді. Және де біз true false деген әдіс-тәсілде көп қолданамыз. Ол мәтінді оқып болғаннан кейін берілген сөйлемдердің дұрыстығын немесе өтірік па соны ажырату үшін керек. Жақсы, рахмет. Енді екінші сұрақ қыздар үшін бір сабақ үстінде қанша әдіс-тәсілдер пайдаланасыздар? Бір сабақта неше әдіс-тәсіл? 2, 3, 4, 5 енді жалпы айтқан кезде шамамен 2-3 4-5 көздерді үшінші әдіс-тәсілдер не үшін өзгерту керек? Баланың оқушының деңгейіне жалпы сабақта түрлендіріп отқан үйрендіру керек қой. Жақсы. Келесі, сабақта жаңа сұрақтың жауабын қойып отыр. Енді бесіншіге дейін сабақтың сапалы өту үшін әдіс-тәсілдерге тәуелді ме? Сабақ сапалы өту үшін. Тек қана әдіс-тәсілдерге ғана тәуелді ме? Енді ойларыңыз әркімнің пікірі қонды ғой.
әдіс тәсілге тәуелді деп ойлаймыз. Өйткені материалды меңгеруші сол әдіс арқылы балаға меңгертпесе ол өзі оқып өзі жаза салса ол ештеңе үйрене алмайды деп ойлаймын. Бұның ішіне сабыр, мәтініне таныс болып шығыңыздар. Мәтініне таныс болып шығыңыздар да, мен қазір бұл бірінші тапсырма. Сіздерге мәтін таратылды, енді сол қазір мәтін таратылып жақсылап мұқият оқып болғаннан кейін сіздер 5 саусақ әдісіне сабыңдар. Неге? Қайда? Екінші топтан бірінші топ бастай берсін. Енді бұл бес саусақ әдісі берілген мәтінді жақсылап оқып шықтық, екі дос туралы екен. Енді осы мәтінді оқи отырып, осы бес саусақ әдісін салдық. Ең бірінші кім дегенде сұраққа жауап беретін болсақ, бұл мәтін екі дос туралы айтылып жатыр. Екі дос неге деген сұраққа, бұл шөл дала, не деген сұраққа жауап беретін болсақ, шөл дала, құм, батпақ, тас, яғни бұл негізгі тірек сөздер. Және де неге деген үшінші сұраққа, яғни неге ұрды, және неге құмға жазды, неге тасқа жазды деген сұрақ қойсақ болады. Және де төртінші қайда болды, бұл әрине шөл далада болды, және де қашан болды. Бұл мәтінде екі дос туралы айтылған екен. Кім деген сұраққа екі дос не құм, тас, неге құмға, қайда далада, қашан болды деген сөзге бүгін Бүгінгі болады оқиға. бүгінгі болады. Жақсы, мен ішіндегі негізгі тірек сөздер арқылы бүгінгі мына мәтінді тұжырыммен сіздер айтыңыздар. Енді тағы да тиімді әдістердің бірі бір жағынан және басқа жағынан деген бар. Бір жағынан жаңа сіздердің екі дос мәтініндегі достың бірінші досты сіздер ақталатын болсаңыздар, ол не себепті жаңағы батпаққа батырған болатын болса, ал екінші анау не тағы да екінші жағынан қарастыруға да болады. Мен сондықтан да сізде осындай бір проблемный мәселе туындайтын мәтін болса, тақырып болса, бір жағынан, басқа жағынан деген әдіс арқылы өткендеріңіз тиімді деп ойлаймын. Енді қыздар, сіздер қазір алдарыңызға парақ тастап, сіздер осыдан 7 жасаңыздар қазір. 7? Аха, 7. Тиімді әдіс тәсілдердің бірі өтіншекте болады. Жыламырақ жасаймыз. Сіздердің бұрынмен бірінші жасап қалған сияқтымыз. Жасадық қой міне. Енді ең тиімді әдіс тәсілдердің бірі. Мен сабақтың қорытындылауға, не болмаса үй тапсырмасын сұраған кезде сіздер осы 7 әдісімен пайдалануға болады. Мына бірінші жағына сұрағын қойсаңыздар, екінші жағына соның жауабы. Сіздерді бірінші топ сұрақ қоятын сұрақтар қоясыздар мына жаққа, ал екінші топқа сол 7 бересіздер, сол сіздердің сұрақтарды оқиды, екінші жағына жауаптарын шығады. Сабақтың басында да, ортасында да, сабақта аяқтағанда, қорытындылағанда тиімді деп ойлаймын. Сіздер мына бірінші бөлігіне бірінші топ мысалы сұрақтар жазатын болса, әр бөлігіне бүгінгі сабағымызға байланысты, сол 7-шімізді екінші топқа береміз. Екінші топ сол сұрақты оқи отырып, екінші жағына сол жауабын жазып отырады. Міне бұл өте тиімді әдістердің бірі деп ойлаймын. Енді келесі әдіс тәсілдердің бірі прожектор әдісі. Прожектор әдісінде бұл да барлық пән мұғалімдеріне қажет, барлық пәнге ыңғайлы деп ойлаймын.
прожектор әдісі бойынша оқығандардың тірек сөздерді тауып, оқығандарының мағынасын ашып түсіндіріңіздер. Не болмаса тірек сөздердің астын бір сызықпен сызамыз деп айтады. Не болмаса біз бүйтеміз, кейде жаңа слайд дайындаған кезде ішіндегі мәтіннің ішіндегі қарамен белгілеп қоямыз. Яғни прожектордың жарығы түсті деп. Сол қарамен жазылған сөздердің мағынасын ашыңдар. Қарамен жазылған сөздердің антоним табыңдар. Болса қарамен жазылған сөздерге синоним табыңдар дейтін болса, міне ол прожектор әдісі болып келеді. Енді келесі 555 деген әдіс бар. Бұл 555-те бұл ұзақ күрделі мәтінге өз беттерімен меңгеру үшін берілетін жағдайға қолданылатын тиімді. Бұл енді барына өте қажет деп ойлаймын. Ең алдымен оқу материалдарын толық оқып түсінгеннен кейін 5 абзац бөлініп алған. Жаңа мәтінді 5 абзацқа бөлінеді. Әр абзацтың идеясын жеткізе алатын 5 сөйлем таңдалады. Енді әр сөйлемнің өзегі болатын, ойды жеткізетін бір ғана сөз алынады. Осы үдерісті енді кері айналдыратын болсақ, бағана 5 сөз, 5 сөйлем, 5 абзацты сол кері айналдыратын болсақ, онда сөз мәтіннің атауы болады. Ал 5 сөйлем ол тезис болып беріледі. Ал 5 абзац ол үлкен мәтін болып саналады. Келесі әдісіміз монофон деген әдісіміз бар. Ол монофон әдісінде ол моно деген біреу, фон деген ол дыбыс. Оны енді сабақтардан бұрыннан пайдаланып жүріп, бірақ енді көбінесе бұл қарапайым әдіс болғаннан кейін онша мән бермейді. Бірақ бұны сабақта жаңа шығармаларда ізденген кезде білім алушылар ең бір әріптен басылатын сөздермен құрастырады. Мысалы, менің атым Қожа деген шығармасында қараңызшы, Қожаның қимылы қатты, қабаты қатулы, құрғысына да қалжыңдамайды, қарны ашты, қайтадан қақпаға қарады. Деген сияқты болса, ж әріпімен де болмаса басқа да әріптермен осы сабақты тез-тез жаңағы балаларды жалықтырмау үшін арада өстіп қолдануға болады. Келесі әдісіміз 635. 635 деген әдісте бұл әдіс 6 адамнан тұратын, бір топ 6 адамнан тұратын болса, сосын 3 идеяны 5 минуттың ішінде тапсырма беріледі ұсынуға. Оны жазбаша түрде беруге болады. Ең дұрысы ауызша түрде талқыланғаннан арқылы әртүрлі топ өзінің идеясымен алмасады. Мысалы, бұл әріптер ауызынан, мысалы, бір топтың ішінде 6 оқушы емес, 4 оқушыдан да отырады әр топ. Сол кезде 435-тен бізде мүмкін 3 идея болмайды, 2 идея болса да онда 421 деген жаңа әдісте болуы мүмкін. Бұл сандан өзгеріп тұрады. Бұл енді топқа, идеяға, сосын минутқа байланысты. Келесі 515 деген әдісте бар. Мұнда оқушы белгілі бір мәселе бойынша талдау жұмысына жүргізгенде ұсынылады. Талап бойынша 5 минуттың ішінде әртүр 15 идеяны ұсыну мүмкін. Осыдан бастап 515. Мысалы, қыздар енді тек қана идея қатып қалған нәрсе жоқ, идея емес. 5 минуттың ішінде 5 тірек сөздер жазуға да болады. Не болмаса, математика пәнінде 15 сөз жазуға. Иә, математикада мысалы 5 минуттың ішінде бір есеп шығаруға болады. 15 жаңағы көбейту абсцесін айтуға болады, осындайға тиімді әдіс. Келесі кім қашан қайда дейді. Мұнда оқушы 3 топқа топтастыруға болады. Әр топтың бір сұрақ таңдап алу керек. Әр топ бір сұрақта. Белсенді оқытудың бұл түрі әдеби шығармаларды немесе тарихи оқиғаларды және тағы басқа мәселелер талдау барысында кім деген сұрақты алған топ кейіпкерлер немесе танымал тұлғалар туралы ғана пікір айтады. Ал енді қашан деген сұрағын алған топта ол оқиғаның қашан болған не болмаса тұлғаның өмір жолына байланысты даталарды айтылып тұр. Ал енді қайда дейтін сұрақ тиген оқушының тобына бұлар оқиғаның қайда болғанын айтады. Бұл бір тақырыпты бастан аяқ баяндайтын бір сағындылықтан азайтады, жаттанды сөз болмайды, балалардың өзіне еркін сөйлеуге және ықшамдап айтуға үйретеді. 6 неліктен, 6 неге, 3 неге деген әдіс бар. Бұндайда қандай да болмасын мұны талқылау кезде пайдаланады, бір-біріне неліктен деп сұрақ қойылады. Бүгінгі таңда жаңа оқушылардың жеңіл ойлауына, жақсы түсінуге және сабақта белсене қатысуына, тапсырманың өздері орындауына осындай тиімді әдіс тәсілдерді пайдаланған дұрыс деп ойлаймын. Әдіс тәсілдер өте көп, соның керектісін ғана балаларды шалыстырмайтын белсенді әдіс тәсілдерді қолдану. Бұл мұғалімнің жетістігі, мұғалімнің шеберлігіне байланысты деп ойлаймын.
Бүгінгі сабағымызда өткен тиімді әдіс-тәсілдердің пайдасы мол. Оқушыларына әдістерді пайдалана отырып сабаққа белсенді қатысады. Ол бір. Екінші, тапсырмалардың барлығын өздері орындайды. Нәтижеге бағытталады және балалардың тапсырмаларды орындап отырып тез түсінеді, жеңіл орындайды және мәнді, мағыналы. Бағыттау жұмыс. Тек мұғалім бұл жерде бағыттау үшін ойлап тұрады деп ойлаймын.